жектер. Бір күні үркек үрпекті ормандағы үйіне қонаққа шақырады. Үрпектің серуенге асыққаны соншалық, ол ата-анасынан сұрануды ұмытып та кетеді. Үркек, үйің қандай әдемі. Қош келдің. Қазір мен сені ата-анаммен таныстырам. Әкетай, анашым, біздің үйге қонақ келді. Үйде ешкім жоқ сияқты. Кәне, допты кім ұстайды? Ой, анашымнан ұят болды. Өткендегі ойынымыздан кейін ол үйді жинап қатты шаршап еді. Онда ата-анаң келгенше жинастыру керек. Охо, маған бір тамаша ой келді. Мінеки, шаң сорғыш. Бұны үй жинағанда қолданады. Қазір... Охо! Бұл зымыран ғой. Жоқ, бұл піл. Енді бұл біздің су астымен жүзетін кемеміз болсын. Ой, достар, үй жинаймыз деп едік қой. Иә, бірақ мына үйді тек шаң сорғышпен ғана жинай алмаймыз. Үйді бәріміз бірге жинайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Міне тамаша. Үйдің іші тап-таза қалпында. Ойыншықтарды да шашпапсыңдар. Иә, байқаймын, ойындарың өте қызықты болған сияқты ғой. Иә, добымыз абайсызда ыдысқа тиіп сындырып алдық. Бұл менің кінәм. Кешіріңіз. Үйде доп ойнағандарың дұрыс болмады. Бұл сауыт маған өте ұнайтын еді. Бірақ күнәларыңды біліп, мойындағандарың және үйде жинағандарың маған өте ұнады, балалар. Үркек тағы бір қателік жіберді. Мына әдемі көжекті бізбен неге таныстырмайсың? Ой, кешіріңіз. Шынымен де ұмытып кетіппін ғой. Танысып қойыңыздар. Бұл менің жаңа досым. Аты Үрпек. Ол көрші алаңқайда тұрады. Танысқаныма қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Орманға баратының туралы ата-анаңа ескерткен шығарсың. Үрпек? Олар уайымдамай тұрғанда үйге қайтайын. Сау болыңыздар. Үрпек, мен сені шығарып салам. Охо, мен де. Бүгін кішкентай достар
ұйымшылдық пен шыншылдық танытты. Олар бірлік пен адалдықтың маңызды екенін жақсы түсінді.